Тағы бір құрамаға кезек береміз. Қызылорда облысының тұңғыш Астана құрама командасы. Сарыарқа төрінде сырға толы. Check yourself, son, it's for love, love, for love, for love, for love. Check yourself, son, it's for love, love, for love. Деп бірге шығу керек па? Болды ма? Болды. Достар, ғажайып сәт сахнада. Қалым. Өзі ма? Сенің сұраған ұятты өзі да. Осы ма? Өзі осы. Кәдімгі өзі ма? Өзі дейм. Кәдімгі дәл өзі нақ өзі ма? Сол ма? Өзі. Кәдімгі дәл нақ өзі сол ма? Иә? Кәдімгі Асекенің камерасы мана отырған, кәдімгі дейін. Кәдімгі Асекенің тойға шығатын камерасы ма? Онда біз Қызылордадан боламыз. Сәлем, тұңғыш астаналықтар. Қайырлы кеш, құрметті достар. Негізі адам өмірде ең алғашқы рет жасаған ешқашан ұмытпайды екен. Көрейік, ең алғашқы рет концерт жүргізіп тұрған жүргізуші. Бишілі биліп болғаннан соң фанфар қосылып жүргізушілер ортаға шығады. Бірінші жүргізуші, армысыздар. Екінші жүргізуші, қайырлы күн достар. Құрметті достар, негізі ағасы бардың, жағасы бар дейді. Бірақ кейбір жағдайда ағаларымыз мүлдем басқаша екен. Шашын тұрғызбаған дейсің ғой? Қарлығаш, сен бос уақытында немен айналысасың? Мен доп тебем, сосын ләңгі тебем, сосын мұнымда шаңғы тебем. Жалпы құлақтан тебем дейсің ғой? Ағам келетін, мен ұрысат кәсіғым. Көрші ауылдың баласы амандаспайтын болып кетті ғой. Мынау бір қолмен амандасатын болыпты. Мынау қолды қайтаратын болыпты ғой. Мынау ұратын болыпты ғой. Мынау қатты төбелесетін болып кетті ғой. Достар, негізі қазіргі кезде Абай, Мұқағали, Шәкәрім өлеңдерін мәнерлеп оқу сайыстар өтіп жатыр. Ал енді елестетіңіздер, 2050 жыл Қайрат Нұртас өлеңдерін мәнерлеп оқу сайыстары. Сұранамын жаратқанымнан, қайталап айтам. Сұранамын жаратқанымнан, сүйгенім сақта, сақта мәңгі. Не деген ұйқас мынау? Достар, ал енді көрініс. Шамамен 17-18 ғасыр хан сарайында болған жағдай. Да тақсыр, датың болсай, елімізге жау шауып жатыр. Жау шапты? Қанша мың? 10 мың қол бар. 10 мың, 10-ақ мың, 10 мың қолмен бізге қарсы. Бізде қанша? 5 мың. 10 мың? Енді қалай қайтарамыз оның бетін? Осылай сұрайтыңыз білген. Мен бірден үйден дайындалып шықтым. Бізде 5 мың әскер бар. 5 мың. Оларда 10 мың. 5 мың әскердің қолына 2 қылыштан береміз. 10 мыңда 10 мың теңге тең болды. Бірақ олар 10 мың әскер. 2 қылыштан жасаса 20 мың болмай ма? Ойбай. Міне, бұны та білгем. Қазақтарда алдар көсе деген кейіпкер бар. Соны шақырамыз, жауларды алдайды да жібереді. Алдыке. Амансың ба, Қанеке? Уақыт жоқ, алдар. Жау кел жатыр. Жауды алдап бетін қайтарсаң, саған 1 сандық алтын берем. О, 1 сандық алтын. Жау деген сөз емес қой. Ойбай!
Амансың ба, жау екен? Мыналарың сөз түсінбейді ғой. Не істейміз, қане, мен ойым барлығы бітті, қане. Ақтеңнің қарны жарылды, қанем! Ақтеңнің қарны жарылды, қанем! Жаудың беті қайтты ма? Жоқ қой, ақтеңнің қарны жарылды, тек қана ақтанып жатыр, не істеймін деп жатыр. Қанем, не істеймін? Қанем! Жау қақпаны бұзды. Қанем, кешірме, қаштым. Алдар келе жатқанда алдайма дегенше. Бірақ анау бүйтіп келген кезде қорқып кетті ғой кәдімгідей. Мен ана Жошыхан айтқан кезде сенбеп едім, сен осыны бар ғой. Қанем, тұрайық, ана найзаң көртісі, ұшында жасырын камера тұр. 1, 2, 3, мен алдандым. Құрметті достар, бірінші жарты жылдық бойынша Қызылорда облысының бюджетіне кіріс қаржы құны 151% көрсеткішімен артығымен орындалды. Өзге облыстың басшылары бұл жетістікке аң-таң болып таң қалуда. Ал біз таң қалмаймыз. Себебі Қызылорда күріштен алтын жасап жатқан мекен. Қызылорда облыс әкім құрамасы Тұңғыш Астана. Рахмет, достар.